қаңтардың соңғы 10 күндігінде қаңтардың шілдесі дейді. Бұл уақытта саршынау аяз көтеріп тұрғанмен дала жайлы бұрқасын, дауыл, жел, тосын оқиғалар бола қоймайды. Бір сыдырғы аязбен тұратын уақытта қаңтардың шілдесі дейтінді еститінбіз ертеде. Биыл қыс былтырға қарағанда жайлы болып тұр арқада. Соның үшін осы жаңарқа төңірегінде, жаңарқа табанында жақсы. Биыл күз де жақсы түсті, қыс та жақсы түсті. Енді бөрісұрғақ деген келетін болсақ, осы ақпанның басында бөрісұрғақ арқаға кірді, және ол мезетімен мезгілімен шын мәнінде өтіп жатыр. Енді Алла қаласа білгіштердің айтуы бойынша, бұрынғылардың табиғатты есептейтін, ай күнін өлшеп отыратын адамдардың айтуынша 17-сі күні ақпанның бөрісұрғақ шығады арқадан. Табиғат кішкене мінезін тиіп, аласапыран ақпарандары азайып, мамыражай күйге түседі. Дәл осы кезде жерге жан бітеді дейтін бұрынғы үлкендер. 17-ші ақпан 18-іне қараған уақытта даладағы мына жердің бетіне шығатын барлық жәндігі мен шөптің буыны босайды дейді бұны. Осыдан 6 айға жетер-жетпес уақытта шілде айына қарай шөптің буыны бекіді дейді. Сол уақытта шалғыны оғырта салады.